Баршаңызға сәлем. Бүгінгі шығарылымды 2014 жылы жарыққа шыққан «Жастар» деп аталатын ирландиялық фильмге арнайтын боламыз. Фантастикалық, драма жанрындағы бұл кинокартинаны Джейд Пелтроу атты режиссер түсірген екен. Суы жоқ әлемде бұл отбасы қалай күн көріп жүр? Басты кейіпкердің жерді көк түске айналдырамын деген жоспары қандай? Ендеше лайк басып, арнаға жазылып отырыңыздар. Ал біз осы сұрақтарға жауап алу үшін қысқаша шолуымызды бастаймыз. Көптеген адамдар көшіп кеткен, бірақ Холмс отбасы қалады. Өйткені әкесі Эрнест судың қайтып келуімен өсімдіктер қайтадан өседі деп сенеді. Ол жердің жасыл болған кезін есіне алады, бірақ ұлы Джером ол кезді білмейді. Бір күні екі ұры Эрнесттің фермасындағы кішігірім ғимаратқа кіруге тырысып, құлыпты өртеп жібереді. Эрнест оларды ұстап алып, оқ атады. Сонда ұрылардың бірі қаруын суырып атуға әрекеттенеді. Ол сол сәтте ақ қаза болады. Ал екінші ұры мейірім сұрап, су бар деп естігенін айтады. Ол зәр сындыру керек екенін айтып, белдігіне қолын созады. Бірақ Эрнест оның қару алғанын көріп, бірінші болып атып тастайды. Джером бұл жағдайды алыстан көріп, көмектесе алар едім дейді. Бірақ Эрнест оған бірінші атымен емес, әке деп атауды ескертеді. Содан кейін Эрнест кішігірім ғимараттың құлпын ашып, ішінен сорғыны шығарады. Өкінішке орай, олар су таба алмайды. Сондықтан олар өздерінің есегін сусыз жүруге мәжбүр етеді. Әке бала бұл сапарды жалғастырып, сушылар тобымен кездеседі. Олар үкіметпен келісім бойынша терең ұңғымалардан су шығарып, оны таратады. Эрнест оларға азық-түлік береді, ал олар оған су береді. Сондай-ақ Эрнест Джеромға бұл адамдарды ашуландырмауды, тек сауда жасап, тез кетуді ескертеді. Эрнест жиі осы адамдардан фермасына су жеткізуін сұрайды, бірақ сулар өте қымбат сұрайды. Үйге қайтып келе жатқанда олардың есегі құлап, қатты жарақаттанады. Жануар азап шегіп жатқандықтан, Эрнест оны азаптан құтқару үшін атып тастайды. Джером көз жасын тия алмайды, бірақ ол бұл істі өзі де жасай алар еді деп ант етеді. Ақыры фермаға келгенде Джеромның әпкесі Мэри оларға азық-түлік береді. Содан кейін ол ыдыстарды топырақпен сүртіп, Эрнест радио тыңдайды, ал Джером жануарларды суретке түсіреді. Бұлар олардың жалғыз хоббилері. Кенеттен Эрнест бір дыбыс естіп, далаға шығады да, Мэридің терезеден жасырын шығып, құпия жігітімен кездесуге кеткенін көреді. Келесі күні Джером мен Эрнест Самның аукцион үйіне барып, есектің орнына Симулет Шэдоу немесе Сим атты роботқа бәс тігеді. Самның ұлы Флем де бәсекеге түсіп, олармен соңына дейін күреседі. Бірақ Эрнест жеңіске жетіп, қарызы ұлғаяды. Кейін олар баланың анасы Кэтринді көру үшін ауруханаға барады. Ол бір апатқа ұшырап, жүре алмай қалған. Ауруханада оның жүруіне көмектесетін арнайы машина бар, бірақ отбасын үйге қайтару үшін сол қымбат машинаны сатып алу керек. Кэтринмен керемет күн өткізгеннен кейін, әке бала үйлеріне қайтады. Жолда олар Робби мен Сьюзді сәбимен бірге көреді. Эрнест оларды қайыр сұрау үшін баласын пайдаланады деп сынап, назар аудармай кетіп қалады. Содан кейін олар жанармай құю бекетіне жетіп, бақты толтырып алған соң, Эрнест біраз су алып, Робби мен оның отбасына қайтарып береді. Бұл ерлі зайыптылар баланы сатуды ойластырып жүр, өйткені оны асырауға шамалары жетпейді. Бірақ Эрнест оларға мұны жасамауды кеңес беріп, су мәселесін шешуге уәде береді. Кейінірек фермаға келгенде, Флем Мэридің құпия жігіт екенін жариялап, фермаға келеді. Флем Симді уақытша пайдалануға сұрап, жалға алу ақысын төлейтінін айтады. Бірақ Эрнест бұл келісімге Сам кепілдік беретін құжатқа қол қоймаса келіспейді. Флем бұл сөздерге ренжіп, Эрнестке бұл жерді ешқашан суармайтынын айтып кетіп қалады. Келесі жолы Джером мен Эрнест су таратушылармен кездескенде, олардың уақыты жақсы өтеді. Симнің арқасында Эрнест оларға фермасына су құбыры тарту туралы ұсыныс жасай бастайды. Кейін Эрнест ескі сорғысын қазып алып, су таратушыларға көрсетпек болады. Жұмыс кезінде ол Джеромға сыртқа шығып, қызбен танысу, немесе кем дегенде достар табу керектігін айтады. Бірақ Джером отбасы қамын ойлағанды жөн көреді. Үйге қайтып келе жатып, олар үлкен жылдамдықпен кетіп бара жатқан Флемді көреді. Фермада Мэри шаңсырғышқа тазалағыш құрал салып, киім жуып жатады. Эрнест келіп, оған енді далаға шығуға тыйым салады. Бұл Мэридің ашуын туғызады. Ол өз жасында қалағанын істей алатынын айтады. Эрнест оны қорғағысы келетінін айтқанда, Мэри оған әкесін жек көретінін, бірақ Флемді жақсы көретінін айтады. Содан кейін ол қашып кетуге тырысады. Жолда Джеромға тап болып, одан ақша сұрайды. Бірақ бұл уақытта Эрнест оны қуып жетіп тоқтатады.
Мэри жылап, Эрнестті отбасын сақтап қала алмады деп кінәлайды. Содан кейін Эрнест оны үйге қамап, терезесін шегелеп тастайды. Бірнеше уақыт өткен соң, Эрнест пен Джером оянғанда Симнің ұрланғанын анықтайды. Эрнест мұны Флем жасаған деп ойлап, оның үйіне барады. Бірақ Самнан таңертең Флемнің тауға жүк көлігімен кеткенін біледі. Осы сәтте белгілі болғандай, Эрнесттің фермасы бұрын Самның иелігінде болған және Флем отбасының жоғалтқан жеріне қатты құмар болған. Бірақ Сам бұл жерді құнарсыз деп санайды және судың да көмектеспейтінін айтады. Кейін Эрнест тауға барып, зерттей бастайды. Бірақ күтпеген жерден соққы алып, есінен танып қалады. Кешке Эрнест су таратушылардың лагерінде оянып, олар оны Симді қолданып, олардың азық-түлігін ұрлады деп айыптайды. Эрнест бұл істі жасамағанын қайталайды, бірақ жетекшісі Калеб оған шабуыл жасайды. Араларында қатты күрес басталады. Бірақ Эрнест ақыры Калебтің пышағымен мылтығын тартып алып, бәрін қорқытпақ болып ауаға атады. Ол қашып кетеді, ал Калеб оған айқайлап қорқытады. Үйіне барар жолда Эрнест оттың жанында ұйықтап жатқан Флемді және Симді көреді. Флем Эрнестті жаман етіп көрсету үшін машина мен азық-түлікті ұрлап кеткен екен. Эрнест таңертең оны мылтықпен оятып, Флемді Симге байлайды, ал Сим ұрланған азық-түлікті тасиды. Олар ыстық күннің астында су таратушыларды табу үшін жүріп келе жатқанда, Флем Мэри туралы айтып, Эрнестті мазақтай береді. Сол себепті Эрнест арқанды тартып, оны жазалау үшін құлатып жібереді. Ақырында екеуі де шөлдеп, ұзақ уақыт шыдай алмайтындарын түсінеді. Флем Эрнестті тоқтап, бірдеңе ішіп алуға көндіреді. Бірақ азық-түлік арасында су емес, тек алкоголь бар болып шығады, және Эрнест өзінің тәуелділігі салдарынан мас бола бастайды. Флем ішкен кейіп танытып, Калебтің оны өлтіргісі келетінін, сондықтан машинаны тек аман қалу үшін ұрлағанын айтады. Ол Эрнестке ақша да ұсынады, бірақ Эрнест ұсыныстан бас тартады, өйткені оның айтқан әңгімесі күмәнді болып көрінеді. Содан кейін Эрнест орнынан тұруға тырысады, бірақ алкоголь әсерінен басы айналып, әрең қозғалатын болады. Бұл Флемнің алдын ала ойластырған жоспары еді. Ол мүмкіндікті пайдаланып, Эрнестті таспен ұрып, оны жарға құлатып, басын жарақаттайды. Эрнест есінен танып жатқанда, оның есіне Кэтриннің жол апаты түседі. Ол апат Эрнесттің ішімдікке әуестігі салдарынан болған еді. Кейінірек Эрнест оянғанда өзін Симге байлап тастағанын көреді. Ал Флем оған тағы да алкоголь құйып, есінен айырылғандай айқайлап тұрады. Флем содан кейін фермаға барады, ал Мэри мотоциклге мініп, олар бірге қашып кетуді жоспарлайды. Эрнестке алаңдаған Джером оны іздеуге шешім қабылдайды. Түн болған кезде ол Симді су таратушылардың лагерінде тауып, сол жерде тұрған адамдар оның әкесінің машинаның қатысуымен болған апаттан қайтыс болғанын айтады. Жерлеу рәсімі кезінде Мэри оралып, бауырлар бірге жылап қайғырады. Олар сондай-ақ ауруханаға барып, аналарына жаман хабарды жеткізуі керек болады. Флем оларды жүк көлігімен алып кетіп, үйлеріне апарады. Фермада ашулы Джером Симді балғамен ұра бастайды, сондықтан Флем оны тоқтатуға келеді. Ол қайғының қиын екенін, бірақ бұл қайғының табыс көзіне зиян келтіруіне жол бермеу керектігін түсіндіріп, отбасының жаңа басшысы болуды ұсынып, бауырларға көмектескісі келетінін айтады. Сонымен қатар, Флем Джеромды таң қалдырып, Мэридің жүкті екенін хабарлайды. Флемнің фермаға қатысты үлкен жоспарлары бар, ал Джером оған мүмкіндік беруге келіседі. Күндіз Флем су таратушыларға азық-түлік жеткізіп, Калебтен фермаға су құбырын тартуды сұрайды. Бастапқыда Калеб бас тартады, бірақ кенеттен Флем Эрнесттің өліміне Калебті кінәлап, мәйіттің жанынан оның мылтығымен пышағы табылғанын айтады. Қолайсыз жағдайлардан қорыққан Калеб бауырлардың жеріне су жіберуге келіседі. Бірнеше күннен кейін жаңа ферма сорғысы орнатылып, Флем күні бойы жұмыс істеп, бидай егіп өсіреді. Бидайлар енді су бүркіштермен суарылады. Отбасы енді нағыз душ қабылдап, рахаттана алады. Бірнеше аптадан кейін Джером жерден кішкентай жапырақ көріп таңғалады, және ақырында жер керемет өсімдіктермен жабылады. Мұны тойлау үшін Флем мен Мэри үйленіп, бір-бірінің инициалдарын қолдарына татуировкамен жазады. Мереке кезінде Флем ішіп алып, Эрнесттің өлімі туралы ойлайды. Бірнеше күн өткен соң Сам екі банк қызметкерімен бірге фермаға келеді. Эрнесттің қарызы өте үлкен болып шықты, және олар бұл қарызды Флемнің төлеуін талап етеді. Флем өзінің мотоциклмен аттарды қорқытып, күш көрсетеді, бірақ Сам оны тоқтатып, ешкімнің бұл жерді сатып алғысы келмегенін түсіндіреді. Эрнест оны тек көшіп кетпегендіктен иеленген. Су мен егіннің арқасында банк оны сата алады, сондықтан Флем осы түні жерді жоғалтқысы келмесе, қарызды төлеуі керек. Флем Симді жүк көлігіне тиеп, Роббиді баласымен бірге алып кетеді.
Бағаны білу үшін жай ғана сұрап көреміз деп алдайды. Бірақ шын мәнінде Флем Роббидің еркінен тыс баланы сатып жібереді. Робби қатты қорқып, баласын қайтаруды талап етеді. Бірақ сатып алушылар оған оқ атып, Роббиді өлтіреді. Олар Флемге де оқ жаудырады. Бірақ Флем қашып бара жатып, жауап ретінде оқ атады. Машинаны сол жерде тастап кетеді. Атыс кезінде Сим зақымдалып, оны бастапқы зауытына қайтуға бағытталған режим іске қосылады. Келесі күні Флем банкке балаға алған ақшасын төлейді. Бірақ бауырларына Симді Роббиге сатқанын айтады. Сол уақытта Сим қаланың ортасына жетіп, оны жасаушы Кальвин тауып алады. Кальвин иесінің ақпаратын тауып, фермаға қоңырау шалады. Телефонды Джером көтеріп, күмәндана бастайды. Содан кейін жергілікті базарға қарай жүгіреді. Ол жерде Флемнің Сьюзбен сөйлесіп тұрғанын байқайды. Ал Сьюз қолындағы қуыршақты баласы сияқты ұстап тұр. Мұны байқап, Джером оларға сөйлеспекші болады. Бірақ Флем тез арада Сьюзді алып кетеді. Кейін фермада Джером Флемнен Робби туралы сұрайды. Бірақ Флем Роббидің Симді алып, отбасын тастап кеткенін айтады. Шындықты анықтауға бел буған Джером анасын көруге баратынын айтып, шекараға автобуспен кетеді. Алайда күзетшілер оны қамқоршысы жоқ кәмелетке толмаған болғандықтан жібермейді. Сол сәтте оған Анна деген қыз жақындап, ақысын төлесе, оны шекарадан өткізуге көмектесетінін айтады. Джером келісіп, Анна оны тауықтар тиелген жүк көлігіне отырғызады. 2 сағаттың ішінде жүк көлігі қалаға жетіп, Джером алғаш рет қаланы көреді. Ол Аннамен қайта кездеседі. Ал Анна оны зауытқа апарады. Бірақ төлем ретінде ақшаның тек жартысын алады. Ол бұл сапардың жалған екенін, қайтып оралу үшін ешқандай көмекші қажет емес екенін, өйткені ешкімнің оны тоқтатпайтынын түсіндіреді. Жөнелмес бұрын, Джером Аннадан Эрнест есімді адамды білетін білмейтінін сұрайды. Бірақ Анна бұл есімді танымайды. Содан кейін Джером Кальвинмен кездеседі. Ол оған машинаның барлық мүмкіндіктерін көрсетеді. Симнің көздері қайта ормандандыру үшін ландшафтты түсіруге арналған камералар болып шықты және Сим көрген барлық нәрселерді жазып алған. Кальвин Джеромға оны қалай пайдалану керектігін үйретеді және оған жеке уақыт береді. Джером әкесін қайта көргенде көзіне жас алады. Бірақ бұл сезім Флемнің Эрнестті өлтіргенін білгенде қорқынышқа айналады. Флем Эрнестті машинаға байлап, су таратушылар лагеріне қарай жіберіп, Симнің бақылаудан шығып, Эрнестті кездейсоқ өлтіргенде етіп көрсеткен екен. Джером кеңседе қатты күйзеліске түседі. Кешке фермада алғаш рет 10 жылдан астам уақыттан кейін жаңбыр жауады. Джером жақындап, Флемнен Симді қалай қайтарғанын жайбарақат сұрайды. Флем абдырап қораны тексергенде Симнің ешқандай зақымсыз тұрғанын көріп, таң қалады. Ол бұл жағдайды Робби кінәсін мойындап, Симді қайтарған шығар деп түсіндіреді. Бірнеше күн өткен соң, Джером шын мәнінде анасына барып, оған Эрнест секілді қамқор болуға уәде береді. Бір күні түстен кейін, Флем мен Джером егінді жыртқыштардан қорғау үшін аң аулауға шығады. Флем барлық атуында мүлт кетіп, винтовканы кінәлап, оны Джеромға береді. Джером Флемді атып тастауға қатты ниеттенеді, бірақ оның орнына бір бұланды атып өлтіреді. Бұл мәселенің Флемнің дәлдеуінде екенін дәлелдейді. Үйге келгенде Джером мылтықты бөлмесіне жасырады. Түскі ас кезінде Джером Роббиден қоңырау келгенін, оның Флемді іздеп жүргенін айтады. Бұл Флемнің ашуын келтіреді. Ол Джеромды өтірік айтып отыр деп айыптайды. Мэри оның мінез құлқы үшін оны сөгіп, Джером шындықты айтып отырғанын айтады. Флем қатты ашуланып, бөлмеден шығып кетеді. Келесі күні Флемге Джеромның Роббидің атынан жазған хаты келеді. Хатта Флемді Роббимен кездесуге шақырады. Өйткені Робби қиындыққа тап болғанын айтады. Жөнелмес бұрын, Флем мылтықты іздеп, Джеромнан оны дүкенге жөндеуге апарғанын естігенде, мылтықты таба алмайды. Флем өзіне қауіп төндірмес үшін бұл оқиғаға мойынсұнып, кешкі астағы әрекеті үшін кешірім сұрайды. Пышақты алып, Симді ертіп, Флем Роббиді шақырып, жартастарға барады. Кенеттен ол жасырын шұңқырға құлап, аяғын сындырады. Флем ауырсынудан айқайлап, Симнен көмек сұрайды, бірақ машина оны түсінбейді. Сол сәтте Джером пайда болып, қолындағы тасты ұстап Флемге қарап тұрады. Мұны көрген Флем бала шындықты білетінін түсінеді. Үмітін үзген Флем мейірім сұрайды, бірақ Джером оны елемей, күйіп тұрған күн астында азап шегуіне мүмкіндік береді. Ақыры Флем қайтадан көмек сұрап, Джеромға әпкесімен болашақ нәрестесі туралы ойлауын өтініп жалына бастайды. Ол кездейсоқтықтар мен өкініш туралы ұзақ сөйлейді. Бұл Джеромды қатты ашуландырып, ол Флемді атып өлтіреді. Джером үйге оралғанда Мэриге Флем оны тастап кеткенін айтып, шын мәнінде Эрнесттің қалай қайтыс болғанын ашпайды. Егіннен түскен ақшаның арқасында олар енді шынайы тамақ сатып алуға мүмкіндік алады
және бауырлар шешесі Кэтринді үйге әкелу үшін қажетті машинаны сатып алуға келіседі. Джером Симнің барлық жазбаларын өшіріп, жаңа өмір бастауға дайындалады.